Алматы қаласы, Наурызбай ауданы, нөмірі 174 мектеп гимназия. Қазақ тілі пәні бойынша 2-ші сынып оқушысының өзіндік жұмысы. 4-ші тоқсан. Сабақтың тақырыбы дара және күрделі етістік. Оқу мақсаты: дара және күрделі етістіктерді ажырата білу, сауатты көркем жазу, сөз жұмбақтарды шешу. Серпілген сауал әдісі бойынша сабағымызды бастайық. Бірнеше сұрақтар бар. Сол сұраққа жауап берейікші. Бірінші сұрақ: сөз таптарын ата. Етістік дегеніміз не? Етістіктердің сұрақтарын атаңдар. Етістік сөздері бар сөйлем құрастырып айтыңдар. Дара етістік болатын мысалдар келтіріңдер. Күрделі етістікке мысалдар келтіріңдер. Сонымен балалар, енді ережені пысықтайық. Кәне, ережені қайталап жіберейікші. Етістік нешеге бөлінеді? Қандай болып бөлінеді? Дара етістік неше сөзден тұрады? Күрделі етістік неше сөзден тұрады? Ал балалар, алдымен күн ретін жазып алайық. Үлгермеген жағдайда үзіліске қойып қоямыз. 30-шы жаттығу. Сонымен 30-шы жаттығуда не істеу керекпіз? Кәне оқимыз. Тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжап айтамыз. Мәтіндегі сұрақтарға жауап жазамыз. Мәтіннен етістіктерді тауып түріне ажыратып береміз. Алдымен балалар, үзіліске қойып мәтінді оқып алайық. Мәтіннің ішінде сұрақ бар ма? Сол сұрақтарға жауап берейік. Етістіктерді тауып алайық. Оларды етістіктердің түріне ажыратамыз. Кәне балалар, сөз жұмбақ шешіп көрейік. Бірінші: таудан ағып жатқан табиғи су. Екінші: қарға тұқымдас ала қанатты құс. Үшінші: сан. Төртінші: аң патшасы. Бесінші: уақытты білдіретін зат. Сөз жұмбақты шешіп болсақ, шешуіндегі аң туралы қысқаша мәлімет бер. Сөз жұмбақтың шешуіндегі аң туралы қысқаша мәліметті дәптерімізге жазамыз. 31-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті зат есімді қойып оқы. Жаттығудағы етістіктерді күрделі етістікке айландырып сөйлемдерді көшіріп жаз. Балалар, естеріңде болсын. Кез келген мәтін басталар кезде азат жолдан жазамыз. Соны ұмытпайық. 33-ші жаттығу. Берілген етістіктерді үлгі бойынша жазып, олардың антоним екенін дәлелде. Үлгі: байлады, шешті.
ары қарай өзіміз жалғастырамыз. Жұмбақты шеш. Көбіне, бір сабағы жоқ ене. Істікпейді әрине. Ол не болды екен? Жауабы болған сөзге дыбыстық талдау жасаймыз. Дыбыстық талдау жасаймыз. Бірінші, сөзді оқимыз. Екінші, неше дыбыс бар екенін анықтаймыз. Үшінші, буынға бөлеміз. Төртінші, дауысты дыбыстарды анықтаймыз. Бесінші, дауыссыз дыбыстарды анықтаймыз. Алтыншы, неше әріп бар екенін анықтаймыз. Жетінші, дыбыстарды сипаттаймыз. Дара және күрделі етістік туралы не білеміз? Нені білесің? Нені білдің? Нені білгің келеді? Орындалған тапсырманы электронды почта немесе WhatsApp мобильді қосымшасы арқылы жібереміз. Бейнебаянды дайындаған бастауыш сынып мұғалімі Нұргүл Сенбек. Сау болыңдар балалар, келесі сабақта кездескенше.